дисциплинах на 1000-1500 метров и 10 тысяч спортивной ходьбы. Таким образом, по версии следствия получается, что подсудимый Хижин, Исмар и Хижин Мухарме, будучи обуты в гелевые калоши в экстремальных условиях, смогли побить мировые рекорды 20-летней, 30-летней давности. Поэтому прошу суд внимательно отнестись к этим доводам и вынести справедливое решение процессуальное. Спасибо. Қорғаушылар болдыңыздар ма? Қосымша қорғаушылар айтарларыңыз бар ма? Можно тоже. Реплика бар ма? Адвокат Мурхашинова может? Кім? Мурхашинова айтыңыз. Микрофон қосыңыз. Я считаю, что сторона обвинения не доказала, что вилами, изъятыми у Сангуй, были нанесены ранения потерпевшему Абдраким, так как свидетели, сотрудники полиции и другие говорили, что у 15-20 человек видели вилы. Вилы имеют свойство ломаться, так как они предназначены для работы в хозяйстве. Если бы Сангуй действительно нанес удар, он не ждал бы, сидел, не хранил бы дома эти вилы, он бы постарался избавиться от них. Но когда сотрудник полиции пришел, он сам выдал эти вилы. На изъятых у Сангуй вил следов крови Абдраким не обнаружены. Поэтому я считаю, что это обвинение не доказало его вину. Все. Господин судья, разрешите добавить. Подсудимый Науров во время своего показания я ждал, что адвокат Жаманбаева задаст мне вопрос, видел ли я других лиц, тунганских лиц, которые в руках держали вилы. Я вспомнил момент, когда я ехал в сторону Суртебе со стороны Булар-Батыра. Со стороны села Суртебе были лица тунганской национальности, жители села Суртебе с вилами в руках, они шли в сторону Булар-Батыр. То есть не только у одного Сангуя были вилы. И вероятность того, что это он нанес, тоже маловероятно. Это все. Так, сонымен реплика қорғау тарапта болды ма? Жоқ болса, онда қосымша қорғаушыларда жоқ болатын болса, сот онда іс бойынша қорытынды бөлігіне келіп жатыр. Сот іс бойынша сотталушыларға соңғы сөз береді онда. Господин судья, аударма болмай ма? Выступить. Подсудимый Шинху. Сөз жаз, реплика ма сізде? Последнее слово. Беріледі қазір, аударма беріңіз. Бәріне. Аударма сотталушы Карибаев. Мен, егер бұның қандай да бір көмегі болатын болса, есіме түскен бір жағдайды айтқым келеді. Тоқабай өзінің сөзін сөйлеп жатқан кезде менің есіме түсті. Навестің астында мен отырған кезде көліктің ішінде арт жағыма келіп бір көлік тоқтады. Соққыланған, талқандалған көлік, ол Тойота еді. Ол көліктің ішінен ұзын бойлы арықша киген жігіт шықты. Үстінде қара куртка болды, оның кішкентай сақалы бар еді. Адвокат Омаровтың сөзі. Мен өзімнің қорғауымдағы сотталушыларға соттан ескеруді сұраймын. Айып неге осы менің қорғауымдағы сотталушылар жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған адамдарға жатпайды ғой. Олар өртеп, талқандаған жоқ. Олар өз өмірлеріне қауіп төніп тұрса да қорғауға шыққан адамдар. Мен сұралған мерзім негізсіз деп санаймын. Харсановқа неге 5 жыл сұралған? Мүмкін басқа себептер бар шығар. Харсанов бір жағынан жәбірленушіге жатады.
Нағыз көзі кәсібінен ажырап қалды. Анасы да солай. Шынхуға қатысты 419 баптың 3 тармағын жалған көрсетпе беруді. Ол нақты ешкімді атап көрсеткен жоқ қой. 419 баптың 2 бөлігімен қайта саралап, ақтауды сұраймын. Себебі оның 4 баласы бар, 2 бала ағасынан қалған, оған жақсы мінездеме беріліп отыр, ол бұрын сотталмаған, істің ашылуына көмек берді. Осы іс жүріп жатқан кезде әкесі де қайтыс болып кетті. 65 бапты басшылыққа ала отырып, және Шынхудың өкініп отқаны ескеріледі деп есептейміз. Менің қорғауымдағы сотталушыларға бас бостандығынан айырмайтын жаза беруді сұраймын. Адвокат Қапаров. Мен өзімнің қорғауымдағы Хижин туралы, Хижин Исмар мен Хижин Мұхармеге қатысты өзімнің сөзімде нақты дәлелдерді келтіріп, Хижин Мұхарме мен Хижин Исмар аяқтарына киіп алған гелевый калошпен ешқандай да әлемдік рекордты жасай алмайтындығын айттым. Сондықтан келтірілген талдар мен есептеулерді әділ шешім шығарады деп үміттенеміз. Адвокат Мукашимова. Сангуй айырмен соққы жасағы бас топтың ішінде ол өзі үйінен айырын шығарып берген, қылмыс дәлелін тапқан жоқ деп есептейміз. Сотталушы Мауровтың сөзі. Мен Сартөбеден Бұлар Батыр жаққа бара жатқанда, қолында айыр болған адамдарды да көрдім. Жалғыз Сангуйдың қолында айыр болып деп есептемеймін. Болдым. Мауровтың Дауровқа қатысты айтпайсыз ба, Нұртайына? Аударма бермейсіз ба? Мауровтың Дауровқа байланысты интернетте, Инстаграмда көрсеткен. Құрметті сот мырза, Мауровтың сөздері. Инстаграм желіде шыққан мақала бойынша айтқым кеп тұр. Сол мақала сотқа ешқандай қысым жасауға ешқандай себебі жоқ. Өйткені Дауров Хусейн Шумарович өз әрекеттерімен барлық халықтар үшін уайымдап жатыр. Өйткені сіздің шешіміңіз біздің халық қана емес, барлықтар, яғни көршілерді күтуде. Одан кейін Мауровтың бойынша мен Жаманбаевадан маған сұрақ қояды деп күттім, бірақ ол қоймады. Мен есіне түсірдім, мен жолда кетіп бар жатқанда бірнеше адамдарды айырмен көрдім. Олар Сортөбе ауылдың тұрғындары, Сортөбе ауылынан Бұлар Батырға айырмен кетіп бар жатқан. Сол сен Сангуй ғана емес, басқалары да айыр болған. Тағда адвокат Мукашимоваға қосымша, сындан алынған айырда сараптаманың кезінде ешқандай қандақтары іздері анықталмаған. Егер ол сол айырмен соққы жасаған болса, ол оқиғадан кейін айырдан құтылу әрекетін жасар еді. Так, сонымен барлық аудармалар толығымен жасалды. 4-ші бокс. Аударма толығымен болды ма сіздерде? Қылмыстық іс бойынша. Осы істі қарау барысында қандай да бір шағым бар ма синхронный переводқа? Жоқ. 4-ші бокс жоқ па? Сот залында отқан? Жоқ. Қорғаушылар орыс тілінде толығымен аударма жасалды ма? Шағым бар. 1-ші блок.
Нет, нету. Амировтың аудармасына қандайды бір шағымдарыңыз бар ма? Претензий нету. Претензий жоқ. Яғни іс бойынша толығымен аударма жасалған. Ондай болса сот соңғы сөз беріледі. Сотталушы Қалниязов Дастан өтініш. Соңғы сөз де сізге беріледі. Сот мырза, не айтатынын білмеймін. Не айтуға болатынын білмеймін. Енді істеген нәрсенің бәрін мойындаймын. Сот әділ жаза қабылдайды деп сенемін. Қалниязов есеп. істеген ісімді толығымен мойындаймын, өкініш білдіремін. Ладыңыз ба? Шинху Юсуп Мусаевич. Шинху Юсуп Мусаевич. Прежде всего, здравствуйте, уважаемый суд. Здравствуйте, уважаемые участники судебного заседания. Уважаемый суд, как известно, общепризнанным символом правосудия является Фемида, олицетворение закона, справедливого, единого для всех и беспристрастного. Это выражают атрибуты, с которыми Фемида изображается и ассоциируется. Это повязка на глаза, меч и весы. Весы. Это древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешивается вина и невиновность. Справедливость правосудия предполагает точное взвешивание деяний, злых и добрых поступков. И от того, какая чаша весов перевесит, принимается окончательное решение. В связи с вышеизложенным прошу суд проявить максимум объективности, беспристрастности, снисхождения и гуманности. Прошу на одну чашу весов разместить те деяния, зло, которые были сотворены в отношении жителей пострадавших сел 7-8 февраля 2020 года, а на другой разместить деяния, которые исходили конкретно от меня, а также лиц тунганской национальности, находящихся на скамье подсудимых, и принять справедливое взвешенное решение. И главное, прошу не лишать меня свободы. Уважаемый суд, символично и неспроста, что окончание рассмотрения дела, которое берет свое начало с стратегических событий 7-8 февраля 2020 года в селах Масанчи, Булак-Батур и Аухатты, совпало по времени со священным и почитаемым месяцем Рамадан. Рамадан – это месяц перемен к лучшему для каждого находящегося в этом зале. В этот месяц есть возможность избавиться от грехов и улучшить свой нрав. Рамадан – месяц поста, милости и прощения. Прости же каждого, кто причинил нам зло словом и делом. Исходя из сказанного, прошу суд и надеюсь, что со мной будут солидарны и поддержат меня в этом мои собратья Тунгане. Более года с тех горестных дней страдают родители, дети, жены подсудимых по делу и с нетерпением ждут их домой.
За этот год случилось очень многое. Скончались некоторые из родителей подсудимых, в том числе и мой отец. Также умерла жена подсудимого Жунусова. Выражаю вам свои искренние соболезнования. Полагаю и надеюсь, что за это время многие подсудимые осознали свои ошибки и не будут совершать их в последующем. Мы, все подсудимые по делу, граждане Казахстана, и нам жить в дальнейшем под одним мирным шагом. Поэтому невозможно таить и держать друг на друга. Необходимо делать для этого первый шаг. Прощаем братьев казахов, находящихся на скамье подсудимых, и просим суд при определении наказания проявить максимум снисхождения, гуманности в отношении их, случайно увлеченных в данное событие. Уверен, что такое решение в осенний месяц послужит фактором примирения и мирного будущего жителей сел Курбайского района. Мы уверены, что мудрое, взвешенное и справедливое решение суда принесет мир, согласие и стабильность всему Казахстану. Давайте не будем забывать, что согласно нашему основному закону Конституции Республики Казахстан, мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой. Спасибо, у меня все. Аудармас. Шынху Юсуп, құрметті сот және барлық қатысушылар, саламатсыздар ма? Бәріміз білетіндей, әділдіктің торы патшайым Фемида болады, жалпылық тұжырым бойынша. Бұның кепілдіретін атрибуттар Фемиданың көзінің байлауымен жабдықтығы және қылыш пен таразы. Таразы ежелден өлшем мен әділдіктің символы. Таразыда кінәлілік пен кінәсіздік өлшем етіледі. Таразының қай ыдыс тоғыры салмақты болса, соған қарай тиісті шешім қабылданады. Жоғарыда айтылған бойынша соттан сұрайтын жан-жақты, объективті, нақты шындықтан құрылған тұғырлы шешім күтеміз. Таразының бір жағына жәбір шеккен ауылдар тұрғындары тарапына көрсетілген қатыгездік істерді, яғни 7-8 ақпан 2020 жылғы, ал екінші жағына менің және сотталушы дүнген азаматтары тарапынан жасалған іс-әрекеттерімізді салып, әділ шешім қабылдауыңызды сұраймын. Және де өз тарапымнан мені бас бостандығымнан айырмауыңызды өтінемін. Құрметті сот, бұл өтіп жатқан және өз мәресіне жеткен Қордай ауданындағы Масанчи, Бұлар Батыр, Алпатты ауылдарындағы 7-8 ақпан 2020 жылы орын алған іс бойынша сот процесінің аяқталуы қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келгені тектен-тек емес деп ойлаймын. Рамазан айы осы жерде отырғандардың барлығында жақсы өзгеріске жеткізетін кезең. Осы айда барлық кінәлардан арылып, жақсыға бет бұратын кезең. Рамазан айы ұстамның кешірім мен жанашырлықтың уақыты, ісімен және сөзімен қатыгездік әрекет жасағандарды кешіре білейік. Осыған орай сот, оған қатысушылар және дүнген ағайындар мені түсінеді және қолдайды деген сенімдемін. Өйткені сол қайғылы күндерден бастап жылдан аса уақыт аралығында қамақта отырғандардың үйлерінде балалары, жұбайлары, ата-аналары шыдамсыздықпен аса күтіп отыр. Осы бір жылдан аса аралықта кейбіреулерге қатысты көптеген қайғылы оқиғалар болды. Яғни менің әкем қаза болды. Осы қасірет көтере алмай, Жүнісовтың жұбайы да қаза болды. Қасірет шеккендерге көңіл айтамын. Осы уақыт аралығында көптеген сотталушылар өз қателіктерін түсініп, болашақта бұндай іс-әрекеттер жасамайтынына сенімді болып отыр деп ойлаймын. Біз барлық сотталушылар іс бойынша Қазақстан азаматтарымыз және болашақта да бір шаңырақ астында өмір сүреміз. Сондықтан біз
ешқайсымыз бір-бірімізге кек сақтамауымыз керек. Осыған орай біз алғашқы қадам жасап, сотталушы болып отырған қазақ ағайындарын кешіреміз. Және де соттан жаза тағайындау кезінде барынша адамгершілік тарапынан сол жерлерде кездейсоқ болып қалғандарға мейлінше түзу көзбен қарауды өтінеміз. Бұндай шешім Қордай ауданының тұрғындарының бір-бірімен ары қарайда бейбіт өмір сүруіне ықпал етеді деген ойдамыз. Яғни осы қасиетті Рамазан айындағы шешім. Осындай жан-жақты зерделеніп қорытындыға келетін пайымды және ақылды шешім Қазақстан бейбітшілік, келісім және тұрақтылық әкеледі деген сенімдеміз. Қазақстанның конституциясы негізінде біз бірдей біріккен тағдырлас тарихы бір халықпыз делінгенді ұмытпайық. Дауров. Құрметті сот, мен ол күні Астанада болған, құрметті сот. Айтқаным рас, ашылықпен айттым. Кешірім сұраймын. Екінші ондай нәрселер айтпауға тырысамыз. Ақтап шығаруыңызды сұранамын, құрметті сот. Болды. Жасаров. Құрметті сот, мен өзімнің 272-ні мойындаймын. Өзімнің істеген істіме өкінемін. Сіздің өзіңіздің әділ шешімін шешеді деп ойлаймын. Мұхтарұлы Құдірет. Құрметті сот, өзіме тағылған айыппен толығымен келісем, кінәмді мойындаймын. Жазамды жеңілдетіп беруіңізді сұраймын сізден. Албакиров Алмаз Болатбекович. Құрметті сот, мен айта кететін болсам, мен жазамды кішкене жеңілдетуіңізді сұраймын. Шартты түрде болса да жеңілдетіп беруіңізді сұраймын. Мен бір айта кететін Жұмахан ағамыздан кешірім сұраймын, ол кісіні мен көрген жоқпын. Осы бай қайтарым жоқ. Сейілхан Дидар Бейсенбекович. Құрметті сот, сотқа қатысушылар, мына келген Рамазан айын ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мен айта кететін, осы оқиға болғанына 1 жыл болды. Мен айтқан сөзіме өте өкінем. Айтқаным рас, эмоцияға берілдім. Қызуқандылыққа неғылып ой алысып беріліп айтқаным рас. Келешекте өзімнің қызымды, ұлымды осындай WhatsApp желі арқылы осындайға бармауға, жастарды өзім артта келатқан інілеріме ой өрсінді, үлесімді қосам дегеніме тілектеспін.
осы жерде отырған 51 азамат сотталушының арасында өзімнің еде бәріне үйлеріне оралуына тілектеспін. Не дейміз енді? Болған оқиға болды. Бауырларынан ажыраған қайғыларын ортақпын. Сол кешегі бағанағы сізді айта кетейін. Инстаграм желісінде де шулатып жатыр ғой, Дауров Хусей Шымарович деген кісі, ол Туған ассоциацияның бас төрағасы ма. Сол кісі айтып кеткендей, мен енді өзім Инстаграмнан көріп, телеарнадан көрген 272-нің жігіттердің шақыруымен дейді. Енді оның ішінде мен де кіріп отырмын ғой. Солардың шақыруымен дейді, осы оқиға болғаны рас дейді. Олардың жазасыларына дейді 2 жыл шарт түрін беріп, Мешітбаев мырза прокурор тарапынан дейді. Біздің жігіттер дейді, тұнған жігіттерді айтып жатыр. Олар кінәсіз, кінәларын осындай жазаларын көп бергендіктен мен келіспеймін дейді. Сол шақыру, сол 5 баланы деп айтып жатыр ғой енді. Осылардың кесірінен дейді. Енді мен бірінші Алла, екінші құрметті сот, сіздің алдыңызда бәріне кешірім сұраймын. Айтқан шығарым. Бірақ менің шақыруыммен айыптау тарапында айтылып отыр ғой. Шақыруымен Сейілхан Бидардың менде бір куә жоқ. Осы жерде отырған азаматтардың біреусі де ойбай мына Дидардың шақыруымен келдік деген өздеріңізде куә болып отырсыздар. Енді соған өкінем айтқаныма. Келешекте енді баған айтқан кеткендей мына Қаракемер мен Масанчин осы 37 жасқа толғалы бір өшпенділігім ешқандай есіға болды. Сол айтқаным рас. Оны тергеу кезінде де айтқам. Келешекте Қазақстан еліміз өркениетті ел болып, аса маңызды осы дамыған ел қатарына қосылып, Дүнген халқы болсын, Орыс халқы болсын, басқа ұлт өкілдері болсын, тату-тәтті өмір сүруге тілектеспіз. Енді осы қайталанбаспыз дейміз. Енді құрметті сот алдында айтып кеткендей, Қазақстан Республикасының 65-ші бабының 1-ші бөлігімен мені таза өтіп шығуыңызға сенемін. Отырған қалған жігіттерді үйлеріне оралуына сенемін. Сот әділ шешім шығарады деймін. Сол, басқа қосарым жоқ. Рахмет. Мақсатов. Барғанымды мойындаймын. Шын ниетіммен өкінішін білдірем. Және де кешірім сұраймын. Ол. Жарайды. Құрметті сот, мына өткен оқиғаға бойынша, мен ойымша бұл сот залында отырғанына сотталушылар ешкім қайталап барады деп ойламаймын. Себебі бұл оқиға бір рет болды және қайталанады деп ойламаймын. Сол үшін бәрімізге жеңіл жаза тағайындауыңызды сұраймын. Тек қана өзім емес, Қазақстан Дүнген ұлты болсын, бұл жерде мұндай қылмыс біздің жетіскен бір қылмыскер де жоқ. Бұға қарап отырсамшы, өзім мысалы 16 баланы танимын, уже көріпте қалдым. Сондықтан өзім үшін ғана емес, бәрі үшін жеңіл жаза беруіңізді сұраймын. Содан кейін тағы бір назар аударатын
менің Жүнісовке байланысты берген жауабыма назар аударуыңызды сұраймын. Себебі ол баланың да басынан көп қиыншылықтар өтті осы сот барысында да, осында тергезінде. Мен өзім мәжбүрлі түрде жауап бергенімді ескеруіңізді сұраймын. Орысша айтқанда, мне навязали этот ответ дейді ғой. Сол үшін істеген ісіме өкініш білдірем, және бұндайды қайталамауға уәде берем. Кешіріңіздер бәрілеріңіз. Аскарбеков Аян Батырханович. Құрметті сот, өзіме тағылып отырған айыпты толық мойындаймын. Өкінем осы ісіме. Кешірім сұраймын. Жеңіл жаза тағайындауыңызды сұраймын. Бас бостандығын аямауды. Алмағанбет Нұрбол Асланұлы. Барша сұраймын, өкінем, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 55-ші бабына сәйкес бәріне жеңіл жаза тағайындауыңызды сұраймын. Болашақта қайталанбағаны абзал болар еді. Рахмет. Ал. Жанаш Саян Сапарбекұлы. Құрметті сот, енді бәрін тыңдадыңыздар, барлықтарын естідіңіздер, оқыдыңыздар, бәрін бүкіл мән жайын бәрін түсініп отырсыздар. Енді сіздің әділ шешіміңізге ғана үміттенеміз. Әлімбай Ажол Ерболұлы. Құрметті сот, істегеніме шын жүректен өкініш білдірем. Және сізден сұрайтын жеңіл жаза тағайындауыңызды сұраймын. Бас бостандықтан айырмауыңызды сұраймын. Челгазиев Руслан Қанатович. Барғаныма өкінем, істегенімді өкінемін, өкініш білдіремін. Ишкей Сағынтай Чатырбаевич. Барғаныңызға өкінем, шын жүректен кешірім сұраймыз. Бәрімізге жеңіл жаза болды. Байкер Ринат Фурмангазиевич. Барғанына өкінем, істеген ісімде өкінем, басқа айтарым жоқ. Мейрамбек Раис. Құрметті сот мырза, заң талаптарымды бұзбауға уәде беремін. Бас бостандығымнан айырмай, отбасымның алдында жүріп өтейтін жаза тағайындауыңызды сұраймын. Рахмет.
Жаныбек Бақытжан Жолдасбекұлы. Құрметті сот және сотқа қатысушылар, Қордай ауданында болған жаппай тәртіпсіздік ешкімге оңай болған жоқ. Бүгінге шейін 1 жылдан астам уақыт болды қамауда отырғанымызға. Үлкен қателік жасадым, құрметті сот. Сізден сол үшін кешірім сұраймын. Мен ешкім ол жерге жетектеп сүйреп апарған емес, мен өз аяғыммен бардым. Сол себептен кінәмді мойындаймын толығымен. Өкінемін. Ата-бабамыз айтады ғой, бір адамның өмірі 1000 адамға сабақ демекші. Мына жерде отырған сотталушылардың өмірі бүкіл бәріне сабақ болды деп ойлаймын. Бұндай қақтығыс ешқашан болмасын енді болашақта. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол себептен сізден босатуыңызды сұраймын, құрметті сот. Рахмет. Харсанов Шамиль Багирович. Соңғы сөз беріледі. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я Харсанов Шамиль Багирович, 1996 года рождения, живу в село Масанчи, Кордайского района, улица Мирка 4, женат, имею на иждивении 2 малолетних детей, а также на попечительстве жену моего покойного брата и 2 малолетних детей, так как после смерти брата они проживают вместе с моей семьей. До заключения под стражу содержание его семьи полностью легли на мои плечи, и до событий 7 февраля у нашей семьи имелся небольшой бизнес, который содержала нашу большую семью. Впоследствии этих событий мы лишились всего этого. И в данный момент моя семья оказалась в трудном материальном положении, так как до сих пор ничего не восстановлено. Уважаемый суд, прошу вас не лишать меня возможности помочь своей семье и находиться рядом с ними. Последний раз, когда я звонил своей семье, покойного брата старший сын спросил меня: «Папа, почему ты так долго не возвращаешься? Мы же скучаем по тебе. Или ты нас уже не любишь и хочешь, как наш первый отец, нас бросить?» Тогда мне стало не по себе. Как ему объяснить ребенку, что, защищая их, я оказался в таком положении? Я не смог найти слов. Он еще сказал, что бабушка каждый день плачет и о тебе говорит. Уважаемый суд, и вы были свидетелями, что моя мама заболела сахарным диабетом из-за меня. Я очень сильно переживаю за ее здоровье, так как она, в том числе и я, перенесли трагическую потерю своего брата. Уважаемый суд, прошу вас при вынесении приговора не назначать мне наказание, связанное с лишением свободы. За время содержания под стражу более 1 года я много осознал. В свою очередь заявляю, что время, проведенное в следственном изоляторе, не прошло даром. Я извлек соответствующий урок и впредь не буду совершать подобных ошибок. Прежде хорошо подумаю о последствиях необдуманных решений. Еще раз убедительно прошу не лишать меня свободы. Спасибо. Мауров Шакир Жанатову. Уважаемый суд, в первую очередь я полностью поддерживаю своих адвокатов.
Капарова и Амарова. Во-вторых, я согласен с многими адвокатами Шарановой, Кокпаевой и Скаковым, что правоохранительные органы в первую очередь не смогли сделать свою работу, выполнить свою работу. Как говорил наш глава государства Касым-Жомарт Токаев, если в мирное время народ Казахстана не чувствует себя в защищенности и безопасности, то это вызов нашему государству. Правоохранительные органы должны на деле доказывать, а не на словах, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности и защищенности на своей родине. Господин судья, трагедия, которая случилась, нанесла не только психические и моральные раны в наших сердцах, но и пошатнула экономику и авторитет нашей страны перед инвесторами и соседними странами. Господин судья, начиная от конвоиров, заканчивая вами, господин судья, каждый из нас, из вас пришли работать, заработать денег для своей семьи, для своих детей, чтобы они гордились нами, чтобы мы могли воплотить их мечту. Мы для них всегда останемся героями. Мы с детства их учим, что добро побеждает зло. Не обманывай, сын, не обманывай, дочка, не укради, говори правду. Господин судья, мы, лица дунганской национальности, сидим сейчас на скамье подсудимых. Мы лишь вышли для того, чтобы сохранить жизнь нашим семьям. В YouTube-канале есть видео, где журналист берет интервью у дяди покойного, который умер в этот день. И в момент, она в открытом доступе, можете посмотреть, девочка 6-7 лет подбежала к дяде и говорит на дунганском: «Биби, биби, не дайте сбулейма». Перевод: «Дядя, дядя, когда мой отец вернется?» Дети не понимают, когда собирается народ, они думают, что это праздник. Но как ей объяснить, что в этот день они провожают своего отца в последний путь? Что он никогда не вернется уже? Допустим, было изнасилование. Было то, что старика избили. Пускай, что гаишников избили. Но при чем этот человек? Ему тогда было только 2 года, этому человеку, который погиб. Он только вышел для того, чтобы защитить свою семью. Как потом объяснить этой дочке, девочке, что твой отец вышел защищать тебя и умер? Господин судья, трагедия, которая произошла в Кордайском районе, уже стала историей. К сожалению или счастью, точку в этой истории ставить вам, господин судья. Надеюсь, вы примете справедливое решение. Этого не только мы, подсудимые, ждем, но и наши семьи и народ, весь народ Казахстана. Спасибо, у меня все. Машанло Айдир Солиевич. Уважаемый суд, я Машанло Айдир Солиевич. Уважаемый суд, я никому вреда не причинил, и у меня не было умысла причинять кому-либо вред. Прошу вас при вынесении приговора не оставить без внимания то, что я имею 4 малолетних детей, я простой земледелец, я никогда не нарушал закон Республики Казахстана и в дальнейшем не собираюсь нарушать. Прошу вас не разлучать меня со семьей,
дать мне возможность работать, чтобы мои дети не нуждались, дать им образование, чтобы они стали достойными гражданами Республики Астана. Все у меня. Харсанов Мағұров Машаллоның сөздеріне аударма бердіңіздер. Харсановтың сөздері. Құрметті сот мырза, құрметті қатысушылар, мен Харсанов Шамил Бакирович, 96 жылғымын, Масанчи ауылдың тұрғымын, отбасылымын, өзімнің 2 кәмелетке толмаған және марқұм ағамның 2 кәмелетке толмаған балалардың әкесімін. Жеңгем, оның балалардың өзімнің отбасының жалғыз ашырашымын. 7-ші ақпанға дейін бізде кішігірім бизнес, яғни кәсіп болған. Бірақ сол қайғылы оқиғада біз қатты қиналып жатыр. Өйткені бүгінгі күнге дейін үкімет тарапынан ешқандай көмек берілмеген. Құрметті сот, маған отбасыма көмектесуге мүмкіндікті беруге сұраймын. Соңғы рет үйіне хабарласқанда марқұм ағамның баласы әкем қайдасың деп сұрақ қойған. Сен де бірінші әкем сияқты бізді тастап кеттің ба? Бізді жақсы көрмейсің ба? Біз сені сағындық қой, сені жақсы көреміз деп айтқан еді. Мен сол уақытта не айтарым деп білмей қалдым. Қалай мен оған түсіндіретін едім. Мен сіздерді қорғау үшін тұрып, қазір соттамын. Ол тағы да маған апам, яғни менің анам күнделікті мен туралы айтып жылайды деп айтқан болатын. Сот барысында сіз өзіңіз куә болдыңыз. Менің анам қан диабетпен уайымдап ауырып қалды. Мен анам денсаулығы және анам үшін қатты уайымдап өткенде біздің отбасымызда 1 жыл бұрын қайғылы оқиға болды, қайғылы күндер болды. Туған ағам қайтыс болды. Сот барысында өте көп ойландым, көп түсінгенмін. Ең бастысы бартырына айтып жатырмын. Осы сотта отырған уақыт бекер болған жоқ. Барлық нәрсені түсіндім, өзіме сабақ алдым. Ешқандай осындай жаман іс-әрекеттер жасамаймын. Сізге айтып жатырмын. Құрметті сот мырза, сізден сұрайтын мені бостандықтан айырмаңызшы. Сіз әділ шешім шығарасыз деп ойлаймын. Бұл Харсанов бойынша. Мағұров. Құрметті сот мырза, айтатым Мағұров бойынша. Құрметті сот мырза, қаңтардан бастап сізге дейін осы процеске келген себептері барлықтар отбасыңыздың жағдайын жасау үшін келіп отырсыздар. Құрметті сот мырза, біз көшеге шыққан бір ғана мақсатымыз болған өз отбасымызды қорғау. YouTube каналда бір кішкентай қыз ағасынан сұрауда, менің әкем қайда келді деп сұраған еді. Қалайша сол қызға түсіндіреміз. Сенің әкең сені қорғау үшін қайтыс болды. Құрметті сот мырза, бұл тарихта соңғы нүкте сіз қоясыз. Сіздің шешімді барлықтар күтуде. Көрші мемлекеттер де күтуде. Бүкіл халық күтуде. Машалло Айдер Сөйлевичтің сөздері. Құрметті сот мырза,
мен ешкімге ешқандай зиян келтірген жоқпын. Менде 4 кәмелетке толмаған балалары бар. Өзім егіншімін. Бұрында ешқашан сотталмағанмын. Заңға әрқашанда бағынып жүргенмін. Келешекте де ешқандай осындай жаман әрекеттерін жасамаймын. Бір ғана өтінішім бар. Менің отбасыммен айырмалыңызшы, маған бір ғана мүмкіншілік беріңізші. Өзімнің балаларымды Қазақстан Республиканың білімді азаматтар ретінде тәрбиелеуге мүмкіндікті беруге сұраймын. Айыпты шығарған уақытта осы себептерді назар аударып, әділ шешімді сұраймын. Болды. Ролан Болатович. Құрметті сот, мен бар кінәм толығымен мойындаймын, және де отан отбасынан басталады деген сөзімізге толық келісем. Менің отбасым баруын, әке-шешем баруын ескеріп, ең жеңіл жазаны қолданып, отбасыма оралуымды сұранамын, құрметті сот. Сәрсенбаев Қуаныш Досович. Құрметті сот, мен барлық маған тағылған айыпты толығымен мойындап, шын жүректен өкініш білдіріп, екінші бұндай іс-әрекеттерге қатыспауыма және де бұндай іс-әрекеттерге бармауыма уәде беремін. Барлықтарыңыздан кешірім жеңілдетуіңізді өтінемін. Рахмет. Балғабеков Төлеген Базарбаевич. Сот, қылмысымды толық мойындаймын. Сіздің бір 2 балам бар. Бостандыққа шығаруыңызды сұраймын. Болды. Уширов Исмаил Шимарович. Спасибо, Ваша честь. В первую очередь хотел бы поздравить всех мусульман с праздником, со священным праздником Рамазан. И прежде всего поддерживаю обращение своего уважаемого односельчанина Шинху о том, что в священный месяц Рамазан нам не надо зацикливаться на зле и горе, которые произошли в наших селах с 7 на 8 февраля 2020 года. Жизнь продолжается для всех нас, и надо взаимное прощение всех людей, чтобы подобное не повторилось в будущем. Ваша честь, вот и наступил долгожданный момент, а именно завершение этого громкого и трагического дела. Вашего кропотливого и тяжелого труда на протяжении не одного месяца. В ходе этого долгого времени судебных разбирательств вы убедились, что на данном этапе в отношении меня отсутствует состав преступления за этот период времени. О тех трагических событиях, которые произошли в этих селах Масанчи Булар-Батыр с 7 на 8 февраля, моим родителям и многим людям этих сел многое пришлось пережить. Сколько бессонных ночей, сколько пролитых слез, сколько потраченных нервов за это время, которое я нахожусь под арестом. Я думал о многом, о родителях, как они там без меня. Моя мама, которая молится за меня после каждого намаза, в надежде, что я вновь
чтобы я вновь оказался дома, рядом с ней и с отцом. Моя невестка, которая должна была стать моей женой, дождется ли она меня? За это все время я очень сильно переживал, и только вера в справедливость нашего суда помогла мне найти силы пережить все это. И я искренне верю на ваше справедливое решение. Очень прошу не лишать свободы и дать возможность мне вернуться к матери. Построить семью, обзавестись детьми. У моих сверстников по 2-3 детей. Еще раз прошу вас, не лишайте свободы. В этот священный месяц Рамазан. С праздником всем. Спасибо, Ваше Честь. Аударма беріңіз. Құрметті сот мырза, ең біріншіден барлық мұсылмандарды Рамазан айымен құттықтаймын. Шынхуды қолдаймын. Қайғылы оқиғадан өмір жалғасуда. Соңғы кезі келді, яғни осы қомақты қылмыстың істің соңғы қадамы қалды. Сіз өзіңнің менің ешқандай кінәсі жоқ екенін куә болдыңыз. Менің ата-аналары, туысқандарым сол оқиғалардан да кейін қатты қиналып жатыр. Менің анам күнделікті намаз оқығанда бір ғана Құдайдан сұрайтын әділ шешім, яғни мені бостандыққа шығаруды сұрайды Құдайдан. Құрметті сот мырза, мені бостандықтан айырмауға сұраймын. Әділ шешімді сұраймын. Болды. Аудармасы бітті. Янху Закир Ерсманевич. Уважаемый суд, я прошу вас заметить тот факт, что в ходе следствия свидетель мой Абдурахманов давал показания, что я был в Улан-Батыре и возле дома Су-22 стоял и бросал камни. Но в ходе судебного следствия там было ясно, что в это время, в час до 2 ночи, возле дома Су-22 стояли все казахские национальности. Меня там практически не мог быть. Если я был бы там, меня, наверное, просто бы убили. У меня все, Ваша честь. Я прошу просто не лишать меня свободы. Аударма беріңіз. Құрметті сот мырза, тергеу барысында Абдурахманов куә менің Бұлар Батыр ауылында тас лақтырған көрсетпе берген болатын. Мен сол уақытта бола алмайтын едім. Өйткені сол жақта қазақ тобы тұрған еді. Мен сол жақта болсам еді, мені өлтірер еді. Құрметті сот мырза, мені бостандықтан айырмауды сұраймын. Болды. Алиев Сапар Бейсенханович. Алиев Сапар Бейсенханович. Сот мырза, маған тағылған айыптау тарап таққан 2-ші бабымен келсем, өкінем, үйде 6 баланың асыраушысымын, әкем онкология ауруымен ауырады. Соған ескеріп, жеңіл жаза тағайындауыңызды өтінем. Болды, рахмет. Кибеков Мурат Байжанович. Құрметті сот, маған тағылған қылмыстық кодекстің 278 бабының 1-ші тармағы, яғни жаппай қылмыстық топты ұйымдастырушы деген айыптау тарапының өзі бас тартты. Ал енді 272 баптың 2-ші тармағындағы жаппай тәртіпсіздік кезінде бөтеннің мүлкін қирату, жою, өртеу, қару қолдану деген айып бойынша маған қарсы куәлік берген прокурор, бұрынғы Қордай ауданы прокуроры Әшенов пен Қордай ауданы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Исмауылды
сондай анау Оразовта соның қызметкері алдын ала тергеу барысында да, сонымен бірге сот процесі кезіндегі тергеуде де менің қолымнан ешбір қылмыстық заттарды, тас, құрал, басқа да әйтеуір заттарды көрмегендіктерін, сондай-ақ менің қирату, бүлдіру, жою әрекеттерін жасамағандығымды көрсетті, мойындады, растады. Ал енді осы 272 баптың 3-ші тармағы бойынша менің жаңағы телефоным тексеру барысында, басқа да жағдайларда менің ешкімді де мұндай жаппай бас аламандыққа, құқық бұзушылыққа шақырмағандығымды дәлелдейтін ешқай айыптау тараптан дәлелдер келтірілген жоқ. Тек жоғарыдағы ұйымдастыру деген жаңағы не болған болатын. Сонымен бірге құрметті сот, осы сот процесі барысында мынау прокурордың көмекшісі Кәкетаеваның жаңағы бейне түсірілімінде менің тоқтату әрекеттерін дәлелдейтін факті, яғни менің дауысым естілді ғой. Тоқта, қайдыңдар, қойыңдар деген жаңа сөздерінде бұл нақты дәлелдің бір емес пе? Сонымен бірге жаңағы куәлер де менің бұл оқиға басталардың алдында менің негізгі ойым осыны болдырмау, тоқтату үшін жаңағы Жанғазиевқа телефон соққанымда, тоқта деп айтқанымда, оны жаңағы 100-ші куәгер болған әлгі Сағат Өмірбеков, соның да дәлелдеп тұрғанның барлығы менің түпкілікті ойымды, яғни менің мақсатым жұртты ұйымдастырып бұл басаламан бастау емес, керісінше тоқтату болғандығын көрсетіп тұр ғой. Және де құрметті сот, бұл куәлермен қатар енді айыптау тарапының маған қарсы деген жаңағы куәлердің өзі, мысалы айыптау тарапынан шақырылған емес пе еді? Жаңағы Арзыхан Саятта, Жамангөз Бейхутта, содан кейін Нұралиев Дарханда жаңағы бұл азаматтардың барлығы жай қатардағы азаматтар емес, лауазымды қызметтегі, соңғы екеуі жоғарғы лауазымды қызметтегі азаматтар болғандығы, онымен бірге облыс әкімінің орынбасары болған кім еді фамилиясы? Дауылбаевтың да көрсетпесінде үлкендер жағы тоқтату әрекеттерін жасады деуінің өзде менің жұмысымның, әрекетімнің оң бағытта болғаны дейді ғой. Ал енді маған қарсы жаңағы куәлік беріп отырған Әшенов пен Исмағұл екеуіне қатысты бұлардың маған жеке бас араздығы бар деп бұлардың көрсетпелеріне сын көзімен қарауын санаймын. Өйткені жиналыс барысында мен бұлардың қызметтеріндегі жіберілген кемшілік қателіктерді атап, олардың жұмыстан кетуін талап еткен адам болатын, сондықтан өш қайтару мақсатында осындай әрекеттер жасады. Олар өштерін алу үшін өздерінің кінәліліктерін жою мақсатында осы әрекетке барды. Құрметті сот, мен жалындаған 20-дағы, ордаузар 30-дағы, қамалға 40-дағы жастан өтіп кеткен, мына ел ағасы 50-дің ортасына келген адам болған кезде жастарды осындай басбұзарлыққа, мынандай үлкен арты қылмысқа келетін әрекетке бастады деп маған айыптау, бұл ешбір ақылға сыймайтын жағдай. Сондықтан осы жоғарыдағы айтқан мән-жайдың бәрін ескере келе сіз мені толық ақтайды деп сенемін. Рахмет, құрметті сот. Шарабас Мақсат. Рахмет. Құрметті сот, мен бұға дейінгі өзімнің жауаптарымда, одан кейінгі сөз талас кезіндегі айтып кеткен мәліметтерді қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оның барлығы сот протоколында жазылып жатыр. Соңғы айтарым, мен өз кінәмді мойындап отырмын, өзіме қатысты эпизодтар бойынша. Одан кейін өзімнің жаңағы отбасылық жағдайымды да айта кеттім. Осы мәліметтердің барлығын ескере отырып, құрметті сот, маған барынша жеңіл жаза қолдануыңызды сұраймын. Рахмет үлкен. Ибраимов Бақтыбек Тұрсынбекович. Құрметті сот, прокурор мырзалар, ханымдар мен қорғаушы мырзалар, сіздерге де айта кететін, бір жылдан астам болыпты біздің ісіміз жүріп жатқанына. Біріншіден сіздерге рахмет.
осы уақытқа дейін бізді қорғап, мына ендігі айта кетейін деген, мына 1 жылдан астам болды, мына біреуінің келіншегі қайтыс болды, біреуінің әкесі қайтыс болды, біреуінің бауыры қайтыс болды. Сот мырза соны естіп отырсыз. Енді мына балаларға неғұрлым жеңіл жаза қолданса деп ойланамын. Және өзімде отбасымды айта кетсем, мен де осы жерге түскенде әкемде инсульт алып жатқан. Шешем коронавируспен больницаға түскен. Осының қайтыс болған кезде екеуміз де топырақ саламай қалдық. Соны уайымнан кетіп қалды деп ойлаймын. Енді мына жасымыз 50-ден асқан кезде мына балаларға ақыл айтып сол жерде жүргенімізді нақты көрсетіп тұрдым. Кешірім сұраймын сіздерден. Енді жеңіл жаза қолдануыңыз соны. Рахмет сіздерге. Нұрдәлі Елдар Бердібекұлы. Құрметті сот, өзіме тағылған айыппен толық келісем, мойындаймын, өкініш білдірем. Маған жаза тағайындау кезінде жеңіл жаза тағайындауды сұраймын. Жартылай мойындаймын, 272-нің үшін. Алдыңыз ба? Иә. Сарафат Ерофеевич. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, прежде всего поддерживаю подсудимую Машинку, своего собрата, так же, как и я, привлекаемого к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках. Его предложение о священный месяц Рамазан подсудимых казахов своевременное и в сложившихся условия необходимое. Также прошу принять в отношении всех подсудимых, в том числе и меня, максимально возможное в рамках закона гуманное и справедливое решение, вернее приговор. Что касается меня лично, господин судья, из материалов уголовного дела известно, что я и моя семья пострадали. Практически лишились всех средств к существованию. Материальный ущерб не возмещен. Буквально за 3-4 часа было уничтожено то, что строил мой отец, то, что строил я. И также в связи с моим задержанием мы уже 2 года не выходим на полевые работы. Это было источником наших доходов. Меня 3 месяца не было в стране. Я не знаю, в чем я виноват, в чем виновата моя семья и перед кем, что с нами так поступили. Я не поджигал, я не убивал, я не грабил, я не крал. И ко всем событиям, произошедшим со стариком и с полицейскими, ни я, ни моя семья не имеем никакого отношения. Я не знаю, почему с нами так поступили. И сегодня я еще нахожусь на скамье подсудимых. Больше года, находясь в заключении, это явилось большим испытанием для меня и для моей семьи, так как я являюсь единственным кормильцем. Сегодня, Ваша честь, вам дано право вершить судьбы людей. От вашего решения также зависит судьба семей всех подсудимых. От вашего решения также зависит дальнейшая судьба моих детей. Ведь я не совершал того, что мне в данное время предъявляют органы досудебного расследования. Больше года мы ждали этого дня, и сегодня он наступил, и наступил в священный месяц Рамазан.
так как этот месяц является для всех мусульман месяцем, где приветствуется совершение благих, добрых дел, и он является месяцем прощения. И по этому поводу хочу привести один аят из Корана. Бисмиллахи рахмани рахим. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Аллах создал смерть и жизнь только для того, чтобы испытать людей, какими деяниями они будут заниматься. И Аллах видящий. Ваша честь, сегодня вы решаете наши судьбы. И прошу вас меня оправдать. У меня все. Спасибо. Аударма беріңіз. Құрметті сот мырза, құрметті қатысушылар, өзімнің ағамды Шыңқуды толық қолдаймын. Яғни оның ұсынысы Рамазан айында барлық қапшыларды кешіріп, әділ шешімді шығаруға толық қолдаймын. Заң аясында жазаны тағайындауды сұраймын. Іс бойынша мен отбасымға материалдық зиян келтірген. Бүгінгі күнге дейін әлі ішінге толтырмаған. 2 жыл менің қамауымда отбасым егін еккен жоқ. Біз бір жылдан бойы қамауда отырғанда отбасымыз қатты қиналды. Өйткені мен отбасымның жалғыз асырашымын. Сіздің қолыңызда менің ғана емес, отбасымның және балаларының тағдыры. Рамазан айы кешіру айы. Бір аятты назар алуға сұраймын. Құрметті сот мырза, біздің тағдырымыз сіздің қолыңызда. Мені ақтауды сұраймын. Болды. Туреев Азамат Канатович. Құрметті сот, мен 272-нің екінші шарасымен толықтай келісіп, ауыр жаза беруіңізді сұраймын. Айтылатын сөз қалмады ғой. Жеңіл жаза беруіңізді сұраймын деген. Ұмытып қалдым не айтарым. Иманбаев Нұржан Мықтыбекович. Құрметті сот, мен тыңдаңыздар барлықтарыңыз. Мен кінәмді толық мойындаймын. Істеген ісімді өкінем. Жеңіл жаза беруіңізді сұраймын. Болды, рахмет. Бажанов Адлет Усимбаевич. Господин судья, я сказал на прениях свое слово. Я очень надеюсь на ваше справедливое решение. Спасибо все. Аударма беріңіз. Бажановтың сөзі, сот мырза, мен өзімнің жарыссөзде ойымды бәрін жеткіздім деп ойлаймын. Сіз әділ шешім шығарады деп сенемін. Дауров Ирсан Мухамриевич. Уважаемый суд, я Дауров Ирсан Мухамриевич. Я полностью поддерживаю Шынху и Маурова. Поясняем почему. Потому что у нас была одна цель — сохранить жизнь своей семьи.
тот день я был очень напуган за свою жизнь и за жизнь членов моей семьи. И это стало причиной, по которой я вышел из дома. Господин судья, у меня не было оружия, и я не стрелял. Я готов понести наказание за то, что я совершил, но я не стрелял. И прошу в отношении меня принять справедливое решение. Спасибо, у меня все. Жоносов. Мадияр Бахетович. Құрметті сот мырза, біріншіден осы басымнан өткен мән жайларымды, бала шағамды, денсаулығымды ескере отырып, қатаң жазаламаңызды, бас бостандығынан айырмауыңызды сұраймын. Тағы да сол болған оқиғаға шын жүрегіммен қатты өкініш білдіремін. Бәріне сізден кешірім сұраймын сол болғанына. Батабасов Жумахан Амурханович. Сот мырза, мен өткендегі айта алмай қалдым, денсаулығымда жоқ. Мен балам дені қарын сау болса, мен бұл жерге бармайтын едім. Егер оның дені қарын сау болса, мен оны іздемейтін едім. Балам іздеп барып, жаптым жала жақтым күйе деп отырып. Мен осындай жасқа келгенде сондай істеймін ба мен? Масаншыда бұл ненің ішіне кіргем де жоқ мен. Сойқан ішіне. Екі ортамыз 300 метрдей жер болып тұрды. Мен басында да айтқам, кіреберістегі дүкен жанынан кеткенімді. Ал бірақ та жала жауып отыр маған. Мен не деймін? Бірінші Алладан, екінші сіздерден барлықтарыңыз бармасам да, қатыспасам да кінәлі болғандығым үшін. Оны мен өзім қорғаушымды қолдаймын. Енді әділ шешім қабылдарсыз сот мырза. Шамам деген болсын, сөйлей алмаймын. Тықабай Медет Талғатұлы. Құрметті сот, менің айыппен келіспейтінім жауапкершіліктен қашу емес. Қазақстан Республикасы кодексінің 192 және 99 баптарға қатысым жоқ. Ал ол айыппен мен келіспеймін. Жаппай тәртіпсіздік болған жерге тонау, қирату, өртеу үшін барамын деген ойымда болған емес. Тек көмекке шақырғанды естіп, өзімнің жолдас балдарыммен барғаным рас. Құрметті сот, 272 баптың 2 бөлігімен өз кінәмді толығымен мойындаймын. Және сол үшін өкініш білдіріп, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Менің тағдырым, құрметті сот, ең біріншіден Алланың қолында, екіншіден сіз соның бәрін саралап дұрыс бағасын беретін. Құрметті сот, сізден өтінерім, істі жан-жақты қарап, дұрыс шешім қабылдап, маған жеңіл жаза тағайындауыңызды сұраймын. Рахмет.
Оразай Ануар Жанатұлы. Уважаемый суд, участники процесса. Уважаемый суд, я чистосердечно раскаиваюсь в том, что невольно стал участником этих трагических событий. Я искренне прошу прощения за свои необдуманные действия и надеюсь на объективность и справедливость решения суда, на ваше снисхождение и человечность. Уважаемый суд, я единственный кормилец в семье. У меня отец инвалид второй группы. Уважаемый суд, прошу принять во внимание и назначить мне наказание без лишения свободы. Дать мне шанс заботиться о семье, о родителях и сестрах, которые нуждаются во мне. Построить свое будущее и быть достойным гражданином Республики Казахстан. Мое будущее, будущее моей семьи и родных зависит от вас. Спасибо. Қорғау тарап той қорғату аудармашы түстен кейін аударма бересіз. Қазір сағат 1 болды. Сот үзіліс жариялайды. Түстен кейін 2:30-да кешікпей барлықтарыңыз келіңіздер. Микош, қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Аталғаныз ашық сот мәжілісте аудио, видео жазбасы арқылы және телефон жүйесін пайдалану арқылы жүргізіледі. Сотқа келіп отқандар баяндаңыз. Так, іс бойынша, получается, бізде бір қорғаушы жоқ, да? Шыранова. Так, аудармашы Абдрахманов барсыз ба? Сотталушы Оразайдың сөзі. Құрметті сот, рұқсат па? Қосатын бар еді. Оразай, қосам дейсіз ба? Айтыңыз. 287 бапты мойындамаймын. 192 бапты часть 4 мойындамаймын. 191 часть 2-ні жартылай мойындаймын. 272-ні мойындаймын. Сол алып қосарым осы. Болдыңыз ба? Аударма беріңіз. Шыранова хабарласыңыз. Шыранова қайда? Істеген ісіме шынайы өкініп, кешірім сұрап, адамгершілікпен іші ойлаймын. Отбасымда жалғыз асыраушымын, әкем мүгедек. Бас бостандықтан ажыратпайтын жаза беруіңізді сұраймын. Менің отбасымның, бала шағамның келешегі сіздің қолыңызда. Болды.
Құрметті төраға, хат ішінде бола ма? Хат ішінде төраға. Так, сот ары қарай жалғастырады. Соңғы сөз беріліп жатыр сотталушыларға. Так, бізде Иманғазиев қорғаушысы бар, да? Онда Иманғазиев, Ринат Жексенович, соңғы сөз сізге беріледі. Құрметті сот мырза, мен басынан бастап айтып келе жатырмын. Көшенің бойында тұрған машинаны айдап кеткенім бар кінәлім осы. Ол машина қазақтікі ма, дуңғандікі ма, мен білмедім. Тексеру барысында анықтадым. Ол машинаны төлеп бердім. Сол, құрметті сот, қазір өзім дәрінің күшімен жүрмін. Маған бас шарамды жеңіл жазамен беруін сұраймын. Немесе 68-ші баппен қысқартуын сұраймын. Соңғы сөзім осы, құрметті сот. Іс бойынша бізде соңғы сөз Тишанло Ибур Даудович. Ваша честь. Можно, да? Я тыңдап отырмын сізді. Ваша честь, господин прокурор. Мне очень больно, да, сейчас рассказывать все это. То, что 7 на 8 произошло вот такой день. Во-первых, я хочу попросить прощения у подсудимого Сангуи Шимара. То, что я ложно показания на него дал. Это все из-за сотрудника его следственной органы. Они угрожали моими детьми. Я вот изначально уже говорил вот, в судебном процессе, как они пугали, там все говорили. Я сегодня искренне хочу попросить прощения в это священный месяц Рамазана у Сангуи Шимара. Прости, брат мой. У меня больше нечего добавить. У меня все. Аударма беріңіздер. Құрметті сот мырза, құрметті прокурор мырза, 7-8 оқиғалар айтатын болса, маған өте ауыр. Сангуи Шимардан жалған көрсетпе беру үшін кешірім сұраймын. Жалған көрсетпе берген себебі маған тергеушілер қысым көрсеткен. Болды. Сангуи Шимар Губаровичке беріледі, соңғы сөз. Уважаемый суд, страну, которую я любил, из-за которого готов был отдать свою жизнь, сегодня делает из меня убийцу. Господин судья, почему я должен отвечать за то, чего я не совершал? Чего боится следствие? Покажите видео, которое на заправке сказали, что на заправке зафиксировали меня. Нету его. Я сказал, я не боюсь его, а его нету сейчас. Покажите видео заправки. Нету. Видео обыска моего дома. Нету. Где зафиксированы мои виллы. Это главное доказательство, которое сейчас мне предъявляет.
Почему следствие боится показать его? Где оно? Нет видео выемки моей. Это что? По щучьему повелению, по моему хотению все пропадает? Уважаемый суд, это суд или это балаган? Нет видео очной ставки тяжело, где он ни слова не сказал, где мы оба ни слова не сказали. Почему на меня, честного человека, пишут такие слова со словами «Аллаху Акбар», я убивал людей там. У меня у самой от слышали вот этой головы, да, волосы под дыбом стоят. А те, которые пишут, у них ни стыда, ни совести нет. Чего боится следствие? Покажите, где оно? Хоть одного свидетеля покажите, что я что-то сделал там. Никто из свидетелей, в том числе Чешала Ю, не говорил мои действия как нанесение вилами ударов в различные части тела потерпевшему Абдираким. Я целый процесс доказываю, что меня не было на месте преступления. Приговор не может быть построен на предположении. Если из показаний Чешала Ю я был на месте преступления и стоял с вилами, значит, кроме меня никто не может. Свидетель Байболотов показал, что слово «Аллах Акбар» слышал до столкновения машины с операторской. А Казбекова сказала после столкновения, и нескольких людей кричали «Аллах Акбар». Такие же показания дал Санжуров Ха. А значит, «Аллах Акбар» кричал не один человек. И теперь говорить, что я призывал к массовым беспорядкам, нельзя. Я там не был. Одна смерть – это горе всего казахского народа, к которому я присоединяюсь. Но я в этом убийстве не причастен. Поэтому прошу суд не давать меня системной мясорубке и всеми неправдами закрыть дело и глаза. Вы как судья сейчас решаете судьбу мою. Наносил я удары или нет потерпевшему Абдикарыму. Моя семья верит вам. Каждый день молится, чтобы вы шли по правильному пути. Я сейчас нахожусь в Чужме уже год. Много писал, много читал на русском языке. Повысил чуть-чуть свой уровень знания. До задержания я плохо знал казахский и русский, но в процессе учусь. Я учился на дунганском, думал на дунганском, мыслил, доносил на дунганском. Поэтому читаю плохо на русском, так как все мысли на дунганском. Следовательно, воспользовавшись нашими незнаниями, так как всю жизнь я был крестьянином, в руках держал только лопату, тяпки и вилы, не книгу. И мне тяжело понимать, почему я сижу на скамье подсудимых. В ваших руках вынести справедливый приговор. Я и весь народ наш ждем мы этого. У меня все. Аударма беріңіз. Құрметті сот, не үшін қазіргі уақытта өзімнің өмірімді отан қорғау үшін берер едім, бірақ сол отан не үшін мені қазір соттап отыр? Не үшін мені істелмеген әрекет үшін соттайды? Жанармай видеосы, айыр алу видеосы көрсетіңіз, қайда олар? Бұл сот па? Шишанлоның бірге хаттамалар да жоқ. Аллаху Акбар айтқаным ешқандай дәлелі жоқ. Бірде бір куә айырмен жарақат берген туралы көрген жоқ. Баймұратовта Аллаху Акбар көлік апатынан кейін естіген айтқан болатын. Бірнеше куә Аллаху Акбар айтқан адамдар жалғыз емес болған айтқан еді. Сіз менің тағдырымды шешіп отырсыз. Бір жылдай түрмеде отырдым. Көп ойландым, көп оқыдым, өз білімді көтердім. Барлық ойларым бұрында дүнгенше болды. Бұрында орысша дұрыс сөйлей алмадым. Тергеушілер соны пайдаланды. Құрметті сот,
әділ шешуіңізді бүкіл халық күтуде. Болдым. Тимуров. Суд.我给你在视频，我没打过，我没见过这个些。谁的新疆是，来两个黑人打我的球了。我完全没见过，我完全没见过这，我也没见黑人的。你不信我，你信不信鸟儿？信不信？Завтра делюсь, лене и увидел, что мы завтра пауэр подам, мы говорим шанс. Вот завтра делюсь, лене завтра сами себе метр. И мы махирим маджан. И мы Нтукуна, сегодня и се, нема пьян, нема постоянно давление. Масуд. Құрметті сот мырза, мен жарыс сөздеріне айтқан сөздерімді қайталап өтейін. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Мен сізге мені қатырған туралы бірнеше рет айтқан болатын. Тергеушілер қысым көрсеткенде маған хижин ағалармен бірге қазақ торған айт деп айтқан болатын. Қатты қиналғаннан кейін осындай көрсетпелерді бердім. Сіз Делюкс жанармай станциясы видео нақты мені жай жүргенін, жүгіргенін емес нақты көрген едіңіз. Делюкс пен Данойлдың ара қашықтығы 300-400 метрлі. Мен сол жақта болмадым, хижинді көрмедім, ешкімді ұрмадым. Сол түні ешқандай мәйітті көрмедім. Сізге сенемін, әдеп шешімді, әділ шешімді шығаратын шығарсыз. Менің анам да қатты ауырып жатыр, мені уайымдап, қысымы жоғары болды. Болдым. Болды ма? Иә. Хижин Исмар. Соңғы сөз сізге беріледі. Я Хижин Исмар Шасирович. Господин судья, вот и закончился наш судебный процесс. Как вы знаете, что меня обвиняют по статье 272 и по статье 99, часть 2. Как ранее я говорил, по статье 272, часть 2, я признаю частично. Да, я стоял в толпе среди дунган и кидал камни. Но я не поджигал дома, не принимал огнестрельное оружие. А по статье 99, часть 2 полностью не признаю, так как данное деяние я не совершал. И считаю, что со стороны гособвинителя несправедливо. Они просили, чтобы меня лишили свободы на 15,5 лет. Из-за одного человека сказанные слова Тимурова Ислама. И эти слова, которые он сказал, было неправдой. Он боялся за себя. А водителя белого Ауди я не видел и его не бил. Прошу вас оправдать меня по статье 99, часть 2. Во время следственного действия и судебного следствия я нахожусь уже год в следственном изоляторе. И я понимаю, как это трудно находиться под стражей. Прошу вас не лишать меня свободы. У меня есть 5 несовершеннолетних детей и родителей. Они каждый день ждут меня. И каждый раз спрашивают, когда ты домой придешь. Я им говорю, скоро. Господин судья, прошу вас оправдать меня по статье 99, часть 2, пункты 7, 11, 15. Надеюсь, вы примете мудрое и справедливое решение.
Я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Надеюсь на вашу справедливость. Спасибо. Аударма беріңіздер. Құрметті сот мырза, мен Хижин Исмар Шисырович, сот процесі аяқталды. Бұрында айтқанда 272 бабына жартылай мойындаймын. Дөңгелек арасында тұрып, тас лақтырғанмын. Айыптау тарабы өзінің шешім бір ғана жыл беруде. Ол әділетсіздік. Менде 5 кәмелетке толмаған балаларым және ата-аналарым бар. Олар мені күнделікті күтуде, күнделікті қайшан үйге ораласын деп сұрауда. 99 бабы бойынша айыптауды ақтауды сұраймын. Болдым. Хижин Мухамре. Я Хижин Мухармед Шумарович. Господин судья, я не причастен к смерти Абдукарыма. Я ни его, ни его машину Audi C4 не видел, потому что я находился на другом месте. И, господин судья, я готов понести наказание в том, что я делал. Почему я должен отвечать за преступление, которое не совершал? По статье 272 признаю частично, по статье 99 полностью не признаю. Я этого не делал. И надеюсь на ваше справедливое решение. Господин судья, я прошу вас принять справедливое решение, не связанное с лишением свободы. Спасибо. Аударма беріңіз. Мен Абдикаримді өлтірмедім. Оның көлікті Audi C4 көрмедім. Өзіме әрекеттерге жауап беремін. 272 бабын бойынша жартылай мойындаймын, ал 99 бабын толық мойындамаймын. Бостандықтан айырылмаға сұраймын. Болдым. Карибаев Марлен Қалмаханова. Қалмаханбетова. Сіздің осы іс бойынша әділ шешім қабылдайтыныңызға сенемін. Рахмет. Солтанаев Мақсат Жанаманович. Құрметті сот, өзім жаңа алдында айтып кеткендей, қордайға барғаным рас, мойындаймын толығымен. Қаруды алғаным рас, толығымен мойындаймын. О жерде ешкімді өлтірем деген ойым болған жоқ. Ол қаруды алған кезде де ешкімге бір өзіңіз жаңағы сотты көріп отқандай тексеріп неғылған кезде зерттеп мен тек ауа атқан, неге шындап келгенде біреуге тиу мүмкін емес еді. Сіз енді әділ шешім қабылдайды деп сенемін. Барғаныма шын жүректен өкінішін білдірем. Сол құрметті сот. Басқа қосып кетер болсам, о жерде жаңағы алдында кеткендей қырып тастайтын едім біразын. Сол о жерде мүлдем адамға атам деген ойымда да болған жоқ, ол қаруды алған кезде. Тек қорқыту мақсатында ғана алып атқан.
272-2 толығымен мойындаймын, 287-3 толығымен мойындаймын, алғаным рас. 99-ды мойындамаймын, құрметті сот. Шешіміңізге сенемін. Рахмет. Байтенов, соңғы сөз сізге беріледі. Рахмет, құрметті сот. Құрметті сот және сотқа қатысушылар. Бірнеше айдан бергі созылып келе жатқан сотымызда аяқталып, соңғы сөзге де келіп жеттік. Мен сотталушы Байтенов Ерік Әлімқұлович өз кезегімдегі айтарым, заңның күші жұмыс істемейтін жерде күштің өтірік заңдылықтарының істелуіне жол бере отырып, сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында тергеу тарапынан және сот сарапшылар тарапынан ұсынылған дәлелдемелер мен сараптама қорытындылары сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде алдын ала өз тараптарынан ұйымдастырылған өздерінің іс әрекеттерін жүзеге асыру үшін ұсынылған ба деймін. Дәл осы ұсынылған дәлелдемелердің өзі де менің қандай да бір қылмыстық іс әрекеттерді, оның ішінде аса ауыр қылмысты жасамағандығымды дәлелдеп отыр деп санаймын. Құрметті сот, осы сот тергеу кезінде нақтыланбаған және жұмбақ күйінде қалып қойған бірнеше анықталмаған фактілер қалып отыр. Олар атап айтқанда, қылмыстық істегі 4-ші гильзаның құпиясы, келесі нөмірсіз Сайга МК-223 мылтығының номері 6 наурыз 2020 жылы сот баллистикалық қаулыда 28 наурыз 2020 жылы Сайга МК-223 номерсіз мылтық тәркіленіп алынбай жатып, қайдан және қалай қайда болғаны. Келесі 8 ақпан 2020 жылы Ауқатты ауылында Абай көшесінің бойындағы Данойл заправкасының алдында пайда болып және сол мезетте Энелло тарелкасы сияқты жоқ болып кеткен таңғажайып Ниваны автокөлігі қайда? Ол арғалай анықталмады. Келесі 28 наурыз 2020 жылы сарапшыларға ұсынылған гильзалардың қайдан шыққандығы және түп нұсқалар анықталмай барады. Және келесі Ясыр Баширдің Ауқатты ауылында Абай көшесінің 139 үйдің алдында болған кезінде өзімен қатар тұрған інісі Ясыр Маликке кеуде тұсынан оқ тиіп, құлап бара жатқан кезінде тосып алып, арқасына салып 300 метрден асатын аралықта тұрған Данойл автозаправкасына дейін көтеріп алып барған кезінде үстіндегі киіміне жат алған інісі Ясыр Маликтің бір тамшы қанның жұқпағандығы және оның арқасына салып көтеріп алып бара жатқанын сол кездегі көптеген адамдардың бірде-біреуін көрмегендігі, Ясыр Баширдің өзіне бытыра оқтары тисе де, сол күні киген киімдерінің бірде-бір оқтан болған тесіктері, жарақаттары табылмаған. Ясыр Баширдің сот тергеу барысындағы берген жауаптары аналары Гайдер Айше және інісі Ясыр Мұхаммедтің тергеу барысындағы берген жауаптарымен қарама-қайшылық туғызды. Яғни Ясыр Маликтің басқа жерде және басқа да бір белгісіз оқтың салдарынан белгісіз жағдайда қайтыс болуы мүмкін деген күдікті ойды туындатады. Құрметті келесі тергеушілер менен мамандардың және өз істеріне салғырт қараған сарапшылардың іс әрекеттерінің құрбаны болып, кінәсіз аса ауыр қылмыс жасады деп айып тағылып, күдікті болудың себебі менен салдары неде? Құрметті сот. Төбеге қарасаң төменді ұмытпа демекші, тек қана ақиқат білім ғана күдік туғызбайды дей келе, біз осы сот тергеу барысында ақиқатты ойластырып жасалған тергеушілердің аңыздарынан ажырата алдық па, құрметті сот? Тағы да осындай мән-жайлар анықталмай, тек бір жақты ғана қаралған фактілер көп қалды.
кеңеспен шешілген істе кемшілік болмас демекші. Сот кеңесу бөлмесінде осындай жіберілген олқылықтарға аса назарыңызды аудара отырып, толық көлемде дұрыс шешім қабылдайды деп сенемін. Жанашыр жоқ адам жалқұйрықсыз атпен тең дегендей, әуелгі жәрдем жаратқан иеміз Алладан болсын. Екіншіден жәрдемді сізден, сіздің адалдығыңызға және ар ожданыңызға сене отырып, өзіңізден күтем, құрметті сот. Енді құрметті сот, тек қана сізден әділ шешім күтеміз және сенеміз деп сенім артып отырмыз, құрметті сот. Рахмет. Іс бойынша сот соңғы сөз сотталушыларға берді. Сотталушылардың барлығы сөйледі. Бұдан кейін сот кеңес бөлмесіне кету керек. Сот кеңес бөлмесіне кетеді. Және қабылдаған шешім туралы сіздерге күні, уақытысы қосымша хабарланады. Түсінікті ма? Не дейсіз? Қашан жұмыстарыңыз бар ғой, қашан примерно? Сот сіздерге барлықтарыңызға қосымша хабарланады. Ол туралы жазбаша түрде ұялы байланыстарыңызға келеді. Қай күні және қай уақытта болатыны туралы. Сонымен қоса кім не болды? Разрешите, подсудимый Уширов. Уширов, суд предоставил вам последнее слово. Все речи уже на этом завершаются. Не, вам обращение, Ваша честь. А на прошлой неделе... Тыңдаңыздар. Соңғы сөз естілді. Қосымша сіздерге барлықтарыңызға хабарласады. Сонымен қоса барлықтарыңыз есте болсын, сол хабарласқан күн алдын ПЦР өтеді. ПЦР тесті осы жерде сот оғанда жазбаша түрде хат жолдайды. Қабылдау әдеттегідей ПЦРді өту тәртібі белгіленген. Сол тәртіппен түске дейін дұрыс болады. Бір күн бұрын өтіп қойсаңыздар дұрыс болады. Түсінікті ма барлықтарыңызға? Құрметті судья, осы жұмада ма или келесі жұмада примерно хотя бы ориентироваться етейікші өзімізді? Суд уходит в совещательную комнату. В следующее заседание суда будут сказано дополнительно. За день до начала совещательного дня все должны пройти ПЦР с утра до обеда. Айзада, Крисма, Айзада.